Балықтар август айында ең маңызды 4 августте болатын жаңа айдың тулуы арыстан белгісіне. Бұл сіздердің 6 және 7 салаларыңызда болады. Денсаулығыңызға көңіл бөлу, үйіңізде бір бизнестер ашу, тіпті онлайн бизнестер, кәсіптер ашу және күнделікті үйдің жұмысы, көп жинау, реттеу, тастайтын тастау, өртеу және қасыңыздағы жар тақырыбында болады. Жаңа адамдар кездестіресіздер махаббатта, немесе жаңа жұмыстарға тұрасыздар, ұнамайтын жұмыстардан шығасыздар. Өте бір арманыңыздағыдай тіпті адам кездестіретін де уақыт болады, қасыңызда адамдар жоқ болса. Көп жұмыстар болады. Демаламын деп ойламаңыздар, көп жұмыстар болады сіздерде. Себебі 6 салаларыңыз өте активті. Және тағы да айтамын, бір процедуралар, жаттығулар, диеталар, керемет өзіңізге бір врачтар кездестіретін, денсаулығыңызға көңіл бөлетін кезеңдеріңіз. Себебі жаңа айдың тулуы осы жерде болып тұр. Жаңа бір ситуациялар келеді, жаңа бір оқиғалар келеді, немесе бір жаңа емдеу жолдары, жаңа бір жаттығулар, жаңа таныстық, жаңа махаббаттар. Себебі 7 сала партнерлік сала және жаңа жұмыстар, кәсіптер. Және сіздердің белгілеріңізде қазір Сатурн ғаламшар тұр. Сіздердің 1 салаларыңызда бұл сіздерге өз ісіңнің маманы бол дейді. Қай салада болмасын. Егер де жұмыс жасамайтын адам болсаңыздар, тіпті пенсияға шығуларыңыз мүмкін. Себебі Сатурн бұл құрылымға да жауап береді. Құжаттар, құрылым, міндетті түрде бір жинақылық бар, бір жауаптылық бар. Оның үстіне қазір Меркурий ғаламшары кері қарай жылжуда. Бұл дегеніміз бұрынғы адамдар оралады өмірлеріңізге. Бұрынғы сыныптас группаластарыңыз, бұрынғы бір ғашықтарыңыз, махаббаттарыңызға қайта өзгеше бір қарайтын да кезеңдеріңіз болады. Себебі сіздерде 7 салаларыңыз да жаңа айтылып тұр. Мүмкін сол бұрынғы адамдарыңызға жаңаша көзқараспен қарау, бір-біріңіздің енді қадіріңізді түсіну, бір екінші мүмкіндіктер берілетін де кезеңдер. Бірақ қайта Меркурий алға жылжыған кезеңде осы адамдар 29 августте қайта Меркурий өзінің алдына жылжитын уақыт кезеңі болады. Меркурий дегеніміз бұл біздің миымыз, ақпараттарға жауап береді. Осы қазір кері қарай болса, сондықтан бұрынғы құжаттар, бұрынғы махаббаттар қайта оралады. Бұл кезең қорытындылау, үйімізді ремонттау, реттейтін жерді реттеу, жөндейтінді жөндеу, сондай кезеңдеріміз. Үлкен ақшалық бір заттарды сатып алуды сентябрь айына дейін тұра тұрыңыздар. Себебі ойыңыздағыдай шықпауы мүмкін. Махаббатта да солай, нақты бір печаттар қоюда, нақты құжаттарға қол қоюда, мүліктер бөлуде, немесе некеге тұруда, ажырасуда абай болыңыздар. Әлі асықпаңыздар. Себебі ертең өкініп қалуларыңыз мүмкін. Меркурий ғаламшары қайтадан 1 сентябрьден бастап алдына жылжыған уақытта сол қазіргі оралған адамдарыңыз тіпті ғайып болуы мүмкін. Немесе сіздің көңіліңіз басқаша, көзіңіз ашылып, қайтадан ойыңыз айнуы мүмкін. Сондықтан бұл кезең қайта бір тексерістерін өткізуге, немесе бір жаңа махаббаттарды жолықтыруға, немесе бұрынғы адамдар, бұрынғы достар, бұрынғы сыныптастар, бұрынғы жұмыстар, соларға менен қайта кездесу, жаңа толтырылмаған орындарды толтыру, қорытындылау, реттеу кезеңдеріңіз. Бірақ соған жаңаша көзқараспен қарап, жаңа ситуациялар өмірлеріңізге келетін болады. Бұл кәсібіңіз, жұмысыңыз және махаббат, денсаулық және күнделікті үй тірліктері не жұмсалады. Себебі сол салада жаңа айдың тулуы болып тұр. Жаңа айдың тулуы келесі жаңа айдың тулуына дейін созылады, оның күші. Себебі мына 2-сінен 3-не қараған түні сентябрь айында жаңа ай туылады. Сол кезеңге дейінгі сізге осы кезеңде жаңа бір ситуациялар келетін болады. 1 ай бойы сонымен айналысады боласыздар. Оның үстіне бұл арыстан белгісінде болып тұр, тікелей өзіңізге қатысты, сіздің арманыңызға қатысты. Немесе сіздің бір өмірлік мақсатыңызға. Мен кіммін, менің орным қайда осы әлемдегі, қоғамдағы, отбасы, семьядағы осындай сұрақтарды алдыңызға қоясыз және соған кірісесіз. Өзіңізді еркелетесіз, мәпелейсіз, өзіңізді мақтайсыз, кеудеңізді көтересіз. Осындай кезеңдеріңіз. Себебі арыстан белгісінде болып тұр.
Бұл сіздердің 6-7 салаларыңызды қамтиды. Арыстан белгісі балықтар. Және 6 мен 9 августте осы ақпараттарды қабылдау ғаламшары миымыз бикештер белгісіне өтеді. Жер белгісіне енді тек тиімді жақтарды ойланамыз. Жинақылық, ұқыптылық, жинайтындарды жинаймыз, тастайтынды тастаймыз. Өте миымыз керемет жұмыс жасайды. Сезімдерді сәл жинап қоямыз. Эмоцияларды. Бұл кезеңде өзімізге тиімді жақтар, тіпті махаббат кездестірсеңіздер де шынымен де көздеріңіз жаңағы көздеріңізге бір тұманданып тұрмайды. Нақты сол адамды көре аласыздар осы кезеңде. Себебі жаңа ай сіздердің партнерлік салаларыңызда да толды. Жаңа адамдар кездестіру. 12 мен 23 августте көп адамдармен қарбалас кезеңдеріңіз болады. Қайда жүгіреріңізді білмей, қай ортаға барарыңызды білмей, өзіңіздің энергияң, күшіңізді қайда жұмсарыңызды білмей, немесе кошелегіңіздегі шағын қаржыңыз болса шотыңыздағы, соны қайда құярыңызды білмей, әйтеуір көп оқиғалар бірінен кейін бір 3-4 жақта тұрғандай бір. Жеке өзіңіздің өміріңізбен айналысасыз ба, әлде өзіңіздің кәсібіңізбен айналысасыз ба, әлде бір туған туысқандарыңыз, немесе бір достарыңыз шақырып, ол жаққа да бармасаңыз болмайды. Өте маңызды. Өзіңіздің ісіңізде қалып баратыр, ол да маңызды. Денсаулығыңыз, ол да өте маңызды. Немесе балаңыздың бір оқуы, немесе жолдасыңыздың бір үлкен бір маңызды өміріндегі оқиғасы. Осындай бір 3-4 жаққа қарай жүгіретін кезеңдеріңіз болады. Сондықтан да осы кезеңде миымыз бір басымыз ауырып кеткендей болғандықтан шығар, көп адамдармен ілінісіп қалу, бір-біріңізбен сөзге келіп қалу, тіпті өзіңіздің жаңа орныңыз үшін, өзіңіздің сөзіңіз үшін ұрыс-керіске де бару кезеңдеріңіз болады. Ортаға шындық шығу үшін, немесе өзіңіздің айтқаныңызды жасауыңыз үшін. Егер де сіздің асцендентіңіз балықта болса, онда бұл сіздердің 3-ші салаларыңызда болады. Бұл ақпараттар, көлік, көршілер, аға, апа, сіңілі, туған туысқан және білімге қатысты ары-бері қалалар, мемлекеттерге қыдыру, туысқандарға бару, мерекелер, адамдар көп жиналған жерлер, әйтеуір көп бір сөз көп болады, әңгіме көп болады, тіпті басыңыз ауырып кетеді. Және оқу білімге ден қоясыздар. Дәл осы кезеңде шектеуші ғаламшар Сатурн сіздерде тұр ғой қазір. Венера менен аспекті құрады. Бір ақша жетіспеушілігі де болуы мүмкін, немесе өзіңізді бір комфортты сезінбеу де болуы, тіпті мемлекет тарапынан бір берешектеріңіз болса, соны бергізу, соны жасатпай тынбайды, былайша айтқанда. Өте маңызды болады. Немесе ата-анаңызға көмек, бір балаларыңызға көмек керек болады, емге апару керек, немесе бір қыдыртуға апару керек, әйтеуір сол жауапкершілігіңізді сізге орындататын болады. Оның үстіне 19 августте бір көпшілікпен, ортамен бір коллективтер, достар, подругалар, жұмыстас, кәсіптестер, сол адамдар, немесе туған туыс, әулет, апа, сіңілі, сол адамдармен бірігу кезеңіңіз. Бір мерекелерге барасыз, концерттерге барасыз, адамдар жиналған ортаға барасыз, тойларға барасыз, тіпті бір жарыңыздан, балаңыздан, махаббатыңыздан өзіңіз бір алыстау кезеңіңізде болуы мүмкін. Осы кезеңде 19 августте. Себебі жаңа ғана видеоны осы айтып келе жатырмын ғой, қарбаласқа толы, шиеленіске толы ай болғалы тұр. Тіпті бір-біріңізді түсінбей, бір-біріңізден алыстап қалуларыңыз да мүмкін жақын адамдарыңызбен, немесе жасөспірім балаңызбен. Бірақ ұзаққа созылмайды, бұл да 3-4 күннен кейін ашуы басылады. Немесе осы кезеңде сіз командировкаға кетуіңіз мүмкін, немесе балаңыз оқуға кетуі мүмкін, немесе жарыңыз бір өзге қала, мемлекеттерге кетуі мүмкін. Тіпті өзіңіз қаламасаңыз да, тіпті сіз тыйым салсаңыз да. Осындай да кезеңдер, бұл әртүрлі ситуация болуы мүмкін. Себебі дәл осы айдың толуы соғыс белгісінде болады, ең революционер белгіде. Және достар, таныстар, қоғам, немесе сізге бір қысым көрсететін адамдар.
әулет тарапынан, туған туыстар тарапынан, әйтеуір бір адамдар жиналған ортадан бір екі жаққа бөлімдер болғанда, сіздің сөзіңіз сөйлейтін бір жақ, сіздің сөзіңіз сөйлейтін бір жақ бар сияқты. Немесе өзіңіз жалғыз бір бет, көпшілікке қарай қарсы. Әйтеуір осындай бір ситуациялар болады. Бір адамдардың сөзін сөйлейтін боласыз, тіпті ренжіп, өзіңіз ішіңізге үңіліп, барыңдар шары деп міне өз жолыңызбен кетуіңіз мүмкін. Бірақ бұл да көпке созылмайды, ашуыңыз тарқауы мүмкін. Бірақ бұл ситуацияның мына түсірген орны ұзаққа созылуы мүмкін. Ол келесі келе жатқан ай мен күн тұтылуға дейін, сентябрьдің аяғы және октябрьдің басында ең мықты күн тұтылуы болады. Сол кезеңге дейін осылар шырғалаңдап, бірақ осы Уран менен Венераның аспектісі бүкіл август айы бойы жалғасады. Бірі мен екісінде жылт етіп бір көрінді осы аспекті. Енді мына 12-сі және 23 аралығында тағы болады. Бұл көпшілікпен бірге бол дейді, немесе біз саған қарсымыз дейді. Біздің матрицадан қарсы шықсаң, егер көпшілікпен болмасаң, бізден бір басқаша өзгешеленіп тұрсаң, онда сен бізбен емессің дегендей. Бұл жұмысқа да, кәсіпке де, махаббатта да, әулетте де, отбасыда да, бәріне қатысты, достар арасында да. Себебі бұл сондай аспекті. Себебі Уран мен Венераның тік төртбұрыш аспектісі бүкіл август бойы жалғасуда. Бұл көңіл күйдің тез бұзылмалығы, аумалы төкпелілігі, табан асты келетін бір жаңалықтар, өзіңізді күтпейсіз, бір үйіп отырған отбасы, немесе әдемі достасып жүрген қыз бен жігітсіз, немесе өзіңізге ғана көңіліңізді бөліп жүрген, ешкімге тиіспей жүрген бір пенсия жасындағы адамсыз, немесе жалғыз басты анасыз, әкесіз, немесе бір жігітсіз, қызсыз, бәрібір соның өзіне де, сізге де әсер келеді осыны. Ешкімді айналып өтпейді. Уран бұл, сонымен қатар тағы да ерекшелігі, бұл бұрынғы адамдар оралатын кезең ғой, бұл Меркурий кері бұрылыста қазір. Келген досыңызды махаббатқа айналдырып жіберуі мүмкін. Уранның жаңағы көңіл күйді қалай айналдырып жібергенін білмейсің. Бұл ал кейін ертең Меркурий қайта алға жылжыған кезеңде, 1 сентябрьде, ол адамның сіздің тек досыңыз екенін мойындайтын боласыз. Және көңіл күйлеріңіз екі жақтың, немесе бір адамның жүрегі жаралануы мүмкін. Өйткені дәл сол кезеңде солай көрсетеді адамға. Достықты махаббатпен шатастырып алу, немесе бір көріп ғашық болып қалу. Осындай да оқиға болады. Бір көлік жүргізгенде абай болыңыздар. Тез шапшаң қимылып, бірден ақша аударымдарын жасауда абай болыңыздар. Кесіп тастауда бұл айда ондай істемеңіздер, кеспеңіздер. Бәрін ертең Меркурий қайта алға жылжығаннан кейін жасайсыздар. Ал бірақ бір ғана ситуацияда болады бұл. Егер ұзақ уақыт бойы, бір тіпті 5 жылдап, 6 жылдап, 10 жылдап, немесе 1 жылдап көкейіңізде жүрген, соны бәрібір сізге кеңістік Құдай алып келіп тұрады үнемін. Сондай кесетін, жоятын, енді өміріңізге енді мүлдем қайта оралмасыншы осы оқиға деген нәрсені жоюға, кесуге осы август айы ең мықты ай. Себебі одан кейін ол орнына келмейді. Себебі бұл жерде Уран әсер етіп тұр. Біздің комфортты сезімізге Венера. Әрі айдың соңында керемет бір махаббат уақыты. Егер қастарыңызда махаббат адамдарыңыз жоқ болса, жүректеріңізге, мына 25-29 аралығында ең бір көп аумалы төкпелі сезімдерден өтіп, кішкене бір барлығымыз бір демалыс алатын уақытымыз, өз-өзімізге көңіл бөлетін уақытымыз. Нағыз бір сұлулық, әдемілік, романтикалық кезең. Тіпті әдемі заттар сатып алсаңыздар да болды осы кезеңдерде. Қымбат заттар алуыңызға болады. Жаңағы әшекейлер, аксессуарлар, қымбалықтар, керемет бір айларыңыз болсын, тамыз айы.